Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің виртуалды сабағына қош келдіңіздер. Бөлімі спорт және денсаулық күтімі. Сабақтың тақырыбы еңбекпен келген жеңіс. Сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіне отырып, берілген ақпараттарды кесте, сызба, шартты белгілер түрінде қолдану. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын төменде көрсетілген суреттерге назар аударайықшы. Осы суреттерде елімізге танымал қандай адамдарды танисыздар? Олар спорттың қай түрінен танымал болған? Жақсы, балалар. Иә, суреттерден спорт саласындағы атақты спортшыларды көріп тұрсыздар. Олар Ермахан Ибраимов, боксшы, халықаралық спорт шебері, Сидней олимпиадасының жеңімпазы. Дмитрий Баландин, қазақстандық жүзуші, 200 метрлік брас бойынша олимпиада чемпионы. 2014 жылғы Азия ойындарының 3 дүркін чемпионы. Жүзу бойынша Қазақстан тарихындағы тұңғыш олимпиада чемпионы. Серік Сәпиев, боксшы, олимпиада чемпионы, халықаралық спорт шебері, Қазақстанның бокс бойынша еңбек сіңірген спорт шебері. Илья Ильин, қазақстандық зілтемірші, ауыр атлет, қазақстандық тұңғыш олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы, әлемнің 4 дүркін чемпионы және Қазақстан чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері. Атақты спортшыларымыз тынымсыз еңбектің арқасында үлкен жетістіктерге жетті. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбекпен келген жеңіс. Бүгінгі сабақта еліміздің спорт саласының дамуына үлес қосқан атақты спортшымыз, грек-рим күресінің олимпиада жеңімпазы Жақсылық Үшкемпіров туралы жақынырақ танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта өздеріңіздің сөз қоржындарыңыз жаңа сөздермен толықпақшы. Олай болса, мұқият тыңдап, қайталап отырыңыздар. Жаңа сөздер: спорт шебері, жеңімпаз, балуан, жетістік, марапат. Қазір мен сіздерге мәтін оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Жақсылық Үшкемпіров. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы 6 мамырда Жамбыл облысы Байзақ ауданы Тегістік ауылында дүниеге келген. Жақсылық Үшкемпіров Семей мемлекеттік университетін бітірген. Қазақстан және халықаралық турнирлердің жеңімпазы, КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегері. 1980 жылы Еуропа чемпионатының күміс жүлдесін, 1981 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды. 1980 жылы Мәскеуде өткен олимпиада ойындарының жеңімпазы болды. 1993 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры. Спорттағы жетістіктері үшін құрмет белгісі орденімен марапатталған. Бірінші тапсырма: тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, менің кейіпкерімнің тарихы кестесін толтырыңыз. Критерий: мәтінде берілген ақпаратты түсініп қолданады. Дескриптор: ақпаратты түсінеді. Ақпаратты тиімді қолданып, кестені толтырады. Сіздің бүгінгі кейіпкеріңіз кім? Ол қашан, қай жерде туған? Ол спортта қандай жетістіктерге жеткен? Ол қандай қызмет атқарған? Балалар, міне осы сұрақтарға жауап бере отырып, менің кейіпкерімнің тарихы кестесін толтырамыз.
Ал енді балалар, өздеріңізді тексеріңіздер. Менің кейіпкерімнің тарихы. Есімі Жақсылық Үшкемпіров, туған жері Жамбыл облысы Байзақ ауданы Тегістік ауылы, жетістігі 1981 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды, қызметі 1993 жылдан Жақсылық спорт клубының директоры. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша кестедегі ақпараттың шын немесе жалған екендігін тексеріп, қосу немесе алу белгісін қойыңыз. Критерий. Кестедегі ақпаратты дұрыс қолданады. Дескриптор. Ақпаратты түсінеді. Кестедегі ақпараттың шын немесе жалған екендігін анықтайды. Ақпарат. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы 6 мамырда дүниеге келген, 1980 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды, Семей мемлекеттік университетін бітірген, 1981 жылы Еуропа чемпионатының алтын жүлдесін жеңіп алды, 1993 жылдан бастап Жақсылық спорт клубының директоры. Берілген ақпараттардың шын немесе жалған екендігін анықтап, қосу немесе алу таңбасын қоямыз. Ал енді балалар, өздеріңізді тексеріңіздер. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы 6 мамырда дүниеге келген. Шын ақпарат. 1980 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды. Жалған ақпарат. Семей мемлекеттік университетін бітірген. Шын ақпарат. 1981 жылы Еуропа чемпионатының алтын жүлдесін жеңіп алды. Жалған ақпарат. 1993 жылдан бастап Жақсылық спорт клубының директоры. Шын ақпарат. Жарайсыздар. Кестедегі ақпараттың шын немесе жалған екендігін дұрыс анықтады деген ойдамын. Келесі тапсырма. Төменде берілген бағандағы сөздер мен шартты белгілерді сәйкестендіріңіз. Критерий. Шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты сәйкестендіреді. Дескриптор. Ақпаратты түсінеді. Шартты белгімен ақпаратты сәйкестендіреді. Жүгіру, жүзу, зілтемірді көтеру, күресу. Берілген сөздерді шартты белгілермен сәйкестендіреміз. Ал енді балалар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Жарайсыздар. Төменде берілген бағандағы сөздер мен шартты белгілерді дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді шахмат тақтасының бос қияшықтарына жазамыз. Тірек сөздер: әлем чемпионы, грек-рим күресі, жеңімпаз. Осы сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді жазамыз. Жақсы балалар, мен сіздерге ықтимал жауапты ұсынамын. Жақсылық Үшкемпіров грек-рим күресінен Олимпиада ойындарының жеңімпазы, Қазақстанның және халықаралық турнирлердің жеңімпазы, 1981 жылы әлем чемпион атағын жеңіп алды. Балалар, мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде ізденіс жұмыстарын ұсынып отырмын. Яғни, сіздер келесі сабақта ғаламтордан Жақсылық Үшкемпіров туралы ақпарат жинақтап,
хронологиялық кестені толтырасыздар. Хронологиялық кесте 3 бөліктен тұрады: жылы, негізгі оқиға және марапаттары. Төмендегі үлгіге қарап отырып, осы кестені толтырамыз. Сонымен балалар, еңбекпен келген жеңіс атты тақырыбындағы сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.